Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін сіздермен ірімшікпен булочки дайындаймыз. Бұл булочкиді ватрушки деп те атайды. Өте дәмді. Ыдысқа 250 грамм жылы сүт құямын. Қасық ұшымен тұз. Дәміне қарай 2 үлкен қасықпен секер қосамын. Сіздерге тәтті булочки керек болса, қанттың мөлшерін көбейткендеріңіз дұрыс. Үлкен қасық толтырмай дрожж қосамын. Аздап араластырамыз. Бір жұмыртқа қосамыз және жақсылап араластырып аламыз. Осы сұйық массаға ұнды қосамыз. Бөліп електен өткізіп қосамыз. Рецепт бойынша 450 граммдай ұн кетеді. Бірақ көбірек кетуі де мүмкін. Басында аз қасықпен араластырамын. Қамыр қоюланғаннан кейін қолмен елеймін. Жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырды елеп болғаннан кейін 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Үстіне құйғанда сіңбейтін сияқты болып көрінеді, бірақ ол толығымен қамырға 2 минутта сіңіп кетеді. Осы рецепт бойынша сұйық майды соңынан қосады. Май толығымен сіңді, ыдысымыз тап-таза. Бетін жауып 1 сағат жарымдай жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз жақсы көтерілді. Менде 1 сағаттай тұрды. Аздап илеймін. Жақсылап илеп, қамырды бөліктерге бөлеміз. Әр бөлігін илеп қоямын 20-25 минутқа. Енді салмасын дайындаймын. 400 грамм творыққа 2 ас қасық қант қостым. Дәміне қарай қосуға да болады. Егерде тәтті салма сіздерге керек болса, қантты көбірек қоссаңыздар болады. Ванильді қант, кукурузды крахмал қосып, және 1 жұмыртқа қосып, салманы жақсылап араластырып аламыз. Мен шанышқымен араластырамын, сонда салмамыз біркелкі болып шығады. Қамыр жақсы көтерілген, және үстін басамыз. Егер сізде арнайы форма болса, осылай бассаңыз болады. Енді салмасын саламыз. 1 ас қасықтан салдым және түзеп жібереміз. Енді жұмыртқаның сарысын жағамын. Осы қамырдың булочкидің шетіне жағамын. Булочки дайын. Пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Менде 25 минутта пісті. Осындай булочка болып шығады.
ірімшікпен өте әдемі болып шықты. Ең бастысы өте дәмді. Осы рецепт бойынша булочки дайындап көріңіздер. Сіздерден лайк, пікір күтемін. Баршаңызға ас болсын.